Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге құрамында ешқандай қиындығы жоқ чак-чак дайындауды көрсететін боламын. Егер үйлеріңізде 5 бармақтан қалып қойған нан болса, лақтырып тастауға асықпаңыздар. Ол наннан кереметтей тәтті жасап шығаруларыңызға болады. Мысалға, нанды осылай аласыздар, оны ұзындап ысып алып, ұзыншалап кесіп, қызып тұрған майға жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Жан-жағының барлығын араластырып тұрып, әбден нандар қызарғанға дейін қуырасыздар. Жақсылап қуырылған нанымызды алдын ала ыдыс дайындап қоямыз. Ыдыстың ішіне қағаз сүлгімізді салып, нанның майын сорып алу үшін. Міне мына жерде нанымыздың барлығы қып-қызыл болып, әп-әдемі болып қуырылды. Осылардың барлығын қазір сүзіп салып алатын боламыз. Майдың бәрін қағаз сорып алады, мінекей осылай. Оған құрамына ешқандай қиындығы жоқ нәрселер керек. Шоколад, сгущенное молоко және қуырылған нанымызды осылай дайындап аламыз. Және екі жерге дайындайтын болсаңыздар, әдемі ыдыстарыңызды алдын ала салып, қазір әсемдеп салатын боламыз. Осындай тарелкені аламыз да, жаңа қуырылған нанымызды екіге бөліп саламыз. Оның үстіне қою сгущенное молоконы құямыз. Аямай жақсылап тұрып құйып шығамыз. Дәмін өзіне сіңіріп алу үшін молынан құясыздар. Және әдемілік үшін үстіне шоколадты осылай күштен өткізіп әсемдеулеріңізге болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі болып әсемдеулеріңізге. Сахарный пудра немесе әртүрлі кептірілген жеміс-жидектерді салуларыңызға болады. Менде үйде шоколад болды, мен шоколад салып әсемдедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне біздің тәттіміз дайын, дәл осындай керемет тәтті қытырлақ чак-чак шығады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий басып, каналыма жазылып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Арugül. Сау болыңыздар.